Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бауырдан котлет істеп үйренеміз. Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар бауыр, мендегі жылқының бауыры, жұмыртқа, картошка, пияз және чеснок қажет. Ең алдымен барлық заттарды ет тартқыштан өтетіндей етіп турап аламыз. Турап болдық, енді барлығын ет тартқыштан өткіземіз. Өткізіп болғаннан кейін үстіне 3 жұмыртқа саламыз. Дәміне қарай тұз бұрыштарын салып, үстіне 1 кесе су құямыз. Үш ас қасық ұн қосамыз. Барлығын араластырып, қоюлау болса және азғантай су құямыз. Өте қою, не сұйық болмау керек. Барлығын араластырып болғаннан кейін арнайы май қуыратын ыдысымызға майымызды қыздырып, тура видеодағыдай 1 қасықтан құйып, котлеттерімізді қуырамыз. Котлеттің астын қадағалап тұрыңыздар, бауыр тез пісіп кетеді. Асты қызарғаннан кейін келесі бетіне ауыстырамыз. Піскен котлеттеріміздің барлығын бір жерге жинап, майын сырғып аламыз. Бауырды әр қуырар кезде астын қозғап, араластырып тұрыңыздар. Міне біздің котлеттеріміз дайын. Қараңыздар, қазір ортасын ашып көрсетемін. Сондай нәзік, өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Сіздермен болған Алия, келесі видеода кездескенше.